Сәлем баршаға. Оңай жасалатын әрі әдемі болып шығатын пирогтарды сізде ұнатады деп ойлаймын. Сол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен шоколад пен сұйық майды водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа мен шекерді көлемі ұлғайғанша, аппақ пена болғанша миксерлейміз. Енді үстіне еріген шоколадты құйып, тағы да миксерлеп шығамыз. Енді құрғақ қоспаларды бөлек ыдыста араластырып аламыз. Ұн, какао және де разрыхлитель. Міндетті түрде ситодан өткіземіз, және де оның барлығын бірден салып жібермей, екіге бөліп араластырамыз. Диаметрі 24 сантиметрлік формаға тестаны құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Пирог керемет күшті болып көтеріліп шығады. Енді пропитканы дайындаймыз. Жылы сүтке, кофе және де шекерді салып жақсылап араластырып аламыз. Пирогты ағаш таяқшаның көмегімен тесіп шығамыз. Үстіне барлық жеріне тегізіп, пропитканы жағып шығамыз. Енді шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін шоколад пен сары майды водяной баняда ерітіп аламыз. Пирогты алдымен видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Одан кейін ғана шоколадқа батырамыз. Сол кезде пирогымыз біздің әдемі болып шығады. Бетіне әсемдік үшін кокосовая стружка мен фисташка сеуіп шықтым. Бұл міндетті емес, өз еркілеріңізде. Немесе просто так осылай қойып қойсаңыздар да болады. Ешнәрсе сеппей-ақ. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.